Ойыншық автоматпен банкты тонап, барлығы сәтті өтіп, сүттен ақ судан таза болып шыға салады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге «Не пойман, не вор» деген фильмді түсіндіріп беретін боламын. Бұл фильмнің ең басты кейіпкері Далтон деген өте ақылды жігіт, әрі бұзақылардың бастығы. Бір күні дәкең өзінің бұзақы жігіттермен бірге Нью-Йорк қаласындағы ең үлкен банктың ішіне кіріп, әппақ киімдерін киіп алып, және пляжда киетін очкилеріне дейін тағып алады. Кіре сала бірден есіктердің барлығын жауып, түтін қылып жіберетін гранатаны лақтырып, көшеде рахаттанып кетіп бара жатқан полицияға «Бұл банкты біз жаулап алдық. Егерде полициялар келетін болса, ішіндегі тұтқындардың барлығын бірінен кейін бірін өлтіремін» дейді. Сосын Американың өкіметі өздерінің ең мықты әрі қап-қара баклажан детективін сол іспен айналыссын деп жібереді. Ол өзінше болып сол жерге барса, полиция оған біз банктың ішінде қанша тұтқын бар екенін, және қанша ұры бар екенін